Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен әрқашан трендтен қалмайтын хит тәттілердің бірі сникерс пирогын дайындаймыз. Бұл шоколадты пирог өте дәмді болып шығады. Сникерс торттарынан кем емес. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыздар. Пирогтың бисквитін дайындауға қажетті заттарды алдын ала өлшеп дайындап алдым. Бізге қажетті заттар: ұн, жұмыртқа, құмшекер, какао, су, сұйық май, тұз, қамыр қопсытқыш. Ыдысымызға ұнды, какаоны және қамыр қопсытқышты салып, араластырып аламыз. Жұмыртқаға тұзды салып, миксерлеуді бастаймыз. Миксердің жоғарғы жылдамдығында араластырамыз. Қантты біртіндеп сала отырып, миксерлейміз. Біздің массамыз 2 есе ұлғайып, әппақ күйге енуі қажет. Мінекей осындай болған кезде миксерлеуді тоқтатамыз. Сұйық май құямыз, су құямыз және бір араластырып жібереміз. Сұйық массамызға құрғақ массаны біртіндеп сала отырып, венчикпен араластырамыз. Достар, менің қазақ тілді каналымды қолдап, лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Апта сайын арнамда үй жағдайында тез дайындалатын рецепттер салынып отырылады. Дайын болған массамызды формаға құйып, алдын ала қыздырылған пеште 170 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Пирогтың салмасына қосатын заттар: вареная сгущенка, арахис, қаймақ, шоколад пен сұйық майды араластырып қойдым. Екеуін су моншасында ерітетін боламыз. Және бисквитті алдын ала суытып алдым. Вареная сгущенкаға қаймақты салып араластырып аламыз. Арахисті үгітеміз. Видеода көрсетілгендей орташа қылып үгітеміз. Қатты ұсақ қылып жібермеңіздер. Арахистарыңыз ұсақ болып кетсе, әдемі болып көрінбейді. Суып тұрған бисквитіміздің беткі бөлігін кесіп аламыз. Бірінші пышақтың көмегімен шетін жүргізіп шығамыз. Үстінен осындай жолақтар жүргіземіз. Одан кейін шанышқының көмегімен бисквиттерді аламыз. Дайындап қойған кремімізді жағып шығамыз. Үстінен үгітілген арахисімізді сеуіп шығамыз. Және пирогымызды 1 сағаттай тоңазғышта қатырып аламыз. Шоколадымызды ертеміз. Бір ыдысқа қайнаған су құйып, үстінен шоколад пен сұйық май араласқан ыдысты қоямыз. Және ерігенше араластырып тұрамыз. Тоңазғышта тұрған пирогымызды алып, бетіне шоколадты массаны жағып шығамыз. Видеода көрсетілгендей щетканың көмегімен біртіндеп аз-аздап жағамыз. Бірден шоколадты құйып жіберуге болмайды. Себебі астында арахис орналасқандықтан, ол шоколадымызды пирогтың бетін толықтай жабатындай жазу қиын болады.
Шоколадты массамызды жағып болғаннан кейін 15 минутке тоңазытқышқа қойып аламыз. Сол кезде шоколады қатып, кесуге де ыңғайлы болады. Мінекей біздің тәттіні өте жақсы көретін жандар үшін арналған хит пирог, сникерс пирогымыз дайын болды. Кескен кезде осындай әдемі және дәмді болып шығады. Достар, видеоны аса лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де осындай тәтті рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.